Саламатсыздар оқушылар. Мен Алматы облысы Панфилов ауданы Үлкеншіхан орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Қожашева Захида Қахирман қызы. Математика сабағы. Сабақ тақырыбы: үш бұрыш, тік бұрыш, шаршының периметрі. Сабақ мақсаты: периметрді табуға арналған формулаларды құру және қолдану. Бағалау критерийі: периметр түсінігін білу, көпбұрыш жақтарының ұзындықтарын өлшеу, жақтардың ұзындықтарының қосындысын табу, периметрді табудың формулаларын қолдану. Ал енді балалар, сабағымызды бастамастан бұрын ойын ойнайық. Суретте сызықтар, бұрыштар, геометриялық пішіндер берілген. Оның астында бос қораптар тұр. Осы бос қораптарға сызықтарды, бұрыштарды, геометриялық пішіндерді салуымыз керек. Бірінші қорапқа сызықтарды, екінші қорапқа бұрыштарды, үшінші қорапқа геометриялық пішіндерді орналастыруымыз керек. Бәріміз суретке қараймыз. Бірінші суретте нені көріп тұрмыз балалар? Жарайсыңдар балалар. Бұрышты көріп тұрмыз. Бұрыштың ішінде қандай бұрыш балалар? Сүйір бұрыш. Жарайсыңдар. Енді балалар, осы бұрышты қай қорапқа саламыз? Жарайсыңдар балалар. Бұрышты біз екінші қорапқа саламыз. Келесі суретке қараймыз балалар. Келесі суретте геометриялық пішіннің ішінен қай фигура? Жарайсыңдар балалар. Үш бұрыш. Сол үш бұрышты біз қай қорапқа салғанымыз жөн? Жарайсыңдар балалар. Үш бұрышты біз үшінші қорапқа салғанымыз жөн. Келесі суретке қараймыз балалар. Келесі суретте нені көріп тұрмыз балалар? Жарайсыңдар. Келесі суретте қисық сызықты көріп тұрмыз. Қисық сызықты біз қай қорапқа салғанымыз жөн? Жарайсыңдар балалар. Қисық сызықты бірінші қорапқа саламыз. Келесі суретте нені көріп тұрмыз балалар? Келесі суретте тік төртбұрышты көріп тұрмыз. Жарайсыңдар балалар. Енді осы тік төртбұрышты қай қорапқа салғанымыз жөн? Жарайсыңдар балалар. Тік төртбұрышты екінші қорапқа саламыз. Келесі суретте нені көріп тұрмыз балалар? Жарайсыңдар балалар. Кесіндіні көріп тұрмыз. Кесіндіні қай қорапқа салғанымыз жөн? Жарайсыңдар балалар. Кесіндіні бірінші қорапқа саламыз. Келесі суретте геометриялық пішіндердің ішінен қандай фигураны көріп тұрмыз балалар? Жарайсыңдар балалар. Шаршы. Шаршыны біз қай қорапқа салғанымыз жөн? Жарайсыңдар. Шаршыны біз үшінші қорапқа салғанымыз дұрыс. Келесі суретке мұқият қараймыз. Келесі суретте не көріп тұрмыз балалар? Жарайсыңдар балалар. Келесі суретте сәулені көріп тұрмыз. Сәулені біз қай қорапқа салғанымыз жөн? Жарайсыңдар. Сәулені біз бірінші қорапқа саламыз. Келесі суретке қараймыз балалар. Келесі суретте нені көріп тұрмыз балалар? Жарайсыңдар балалар. Келесі суретте доғал бұрышты көріп тұрмыз. Енді балалар, осы доғал бұрышты бірінші қорапқа саламыз ба, әлде екінші қорапқа саламыз ба? Дұрыс балалар. Доғал бұрышты біз екінші қорапқа саламыз. Енді балалар, геометриялық пішіннің ішінен қандай фигура? Жарайсыңдар балалар. Тік төртбұрыш. Тік төртбұрышты біз қай қорапқа салғанымыз жөн? Жарайсыңдар балалар. Тік төртбұрышты біз үшінші қорапқа саламыз. Балалар, біз ойын ойнау арқылы өткен тақырыпты есімізге алдық. Енді жаңа сабағымызды бастамастан бұрын видеоролик тамашалайық. Периметр дегеніміз оның барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы немесе тұйықталған сынық сызықтың ұзындығы. Периметр латынның пи әрпімен белгіленеді. Периметрді есептеу үшін миллиметр, сантиметр, метр және километр сияқты ұзындық өлшем бірліктері қолданылады. Тік төртбұрыштың периметрін табу үшін ұзындығы
мен енін өлшеп алып, 2 реттен қосамыз. Шаршының периметрін табу үшін, оның бір ғана қабырғасын өлшеп, өзінен өзін 4 рет қосасың. Ал енді балалар тапсырма орындай. Бірінші тапсырма. Суретке мұқият қара. Бала не істеп жатыр деп ойлайсың? Дұрыс балалар, өте жақсы. Бала атасына көмектесіп жатыр. Яғни қазық қағып жатыр. Біздің бұл сынық сызық. Сынық сызықтың барлық жақтарының ұзындығы белгілі. Сынық сызықтың периметрін табу үшін барлық жақтарын ұзындығını қосамыз. Сынық сызықтың ұзындығы дегеніміз, оның барлық кесінділерінің ұзындығының қосындысы. Тұйықталған сынық сызық өзімен өзі қиылыспай көп бұрыш құрайды. Балалар, осы сынық сызығымыздың периметрі 32 сантиметр. Тік төртбұрыштың периметрін табу үшін 3 тәсілмен табамыз. Бірінші тәсіл. Тік төртбұрыштың барлық жақтарының ұзындықтарының қосындысын бір-біріне қосамыз. Екінші тәсіл. Ұзындығы мен енін қосып, оны 2-ге көбейтеміз. Үшінші тәсіл. Ұзындығını 2-ге көбейтеміз, енін 2-ге көбейтіп, ен шыққан санды бір-біріне қосамыз. Келесі суретте шаршы. Шаршының периметрінің 2 түрлі тәсілмен табамыз. Бірінші тәсіл. Шаршының бір ғана қабырғасын өлшеп, оны өзіне 4 рет қосамыз. Екінші тәсілі. Шаршының бір ғана қабырғасын өлшеп, оны 4-ге көбейтеміз. Келесі геометриялық пішініміз 3 бұрыш. 3 бұрышты периметрін келесі үлгіде табамыз. 3 бұрыштың барлық жақтарының ұзындықтарын өлшеп, оны қосып периметр табамыз. Екінші тапсырма. Мұқият тыңда, есепті шығар. 3 бұрыштың бір қабырғасының ұзындығы 26 сантиметр. Екінші қабырғасының ұзындығы біріншісінен 15 сантиметр ұзын. Ал үшінші қабырғасының ұзындығы екіншісінен 28 сантиметр қысқа. 3 бұрыштың периметрін нешеге тең? Біз балалар 3 бұрыштың сызбасын сызып алдық. 3 бұрыштың бірінші жағы 26 сантиметр, екінші жағы белгісіз. Екінші жағын табу үшін 26 сантиметрге 15 сантиметрді қосамыз. Сонда 3 бұрыштың екінші жағының ұзындығы 41 сантиметр. Енді 3 бұрыштың үшінші жақтарының ұзындығы белгісіз. Оны табу үшін 41 сантиметрден 28 сантиметрді азайтамыз. 3 бұрыштың үшінші жағының ұзындығы 13 сантиметр. Енді 3 бұрыштың периметрін табу үшін 26 сантиметрге 41 сантиметрді, оған 13 сантиметрді қосамыз. Сонда 3 бұрыштың периметрі 80 сантиметр келіп шығады. Енді балалар сабағымызды бекітейік. Сабағымызды дұрыс емес ойын арқылы бекітеміз. Мен сендерге балалар сұрақ қоямын, сендер дұрыс па, әлде дұрыс емес пе деп жауап бересіңдер. Тыңдаймыз. Фигураның периметр дегеніміз оның барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Дұрыс па балалар, әлде дұрыс емес па? Дұрыс балалар, жарайсыңдар. Келесі сұрақты мұқият тыңдаймыз. Периметрді есептеу үшін миллиметр, сантиметр, метр және километр сияқты ұзындық өлшем бірліктерді қолданылады. Дұрыс па балалар, әлде дұрыс емес па? Дұрыс, жарайсыңдар балалар. Келесі сұрақты тыңдаймыз. Шаршының периметрін табу үшін оның бір ғана қабырғасын өлшеп, өзіне өзін 2 рет қосамыз. Дұрыс па балалар, әлде дұрыс емес па? Жарайсыңдар балалар, дұрыс емес. Келесі сұрақты тыңдаймыз. Тік төртбұрыштың периметрін табу үшін
ұзындығы мен енін өлшеп алып, 2 реттен қосамыз. Дұрыс па балалар, әлде дұрыс емес па? Дұрыс балалар, жарайсыңдар. Енді сабағымызға кері байланыс жасайық. Балалар, бүгін сабақты мен түсіндім десеңдер, бағдаршамның жасыл түсін. Бүгін маған сабақта көмек керек десеңдер, бағдаршамның сары түсін. Мен сабақта ештеңе түсінбедім десеңдер, бағдаршамның қызыл түсін маған көрсетіңдер. Сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар балалар.